Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сіздермен сұхбаттасу мәдениеті деген тақырыпты ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну және анықтау. Балалар, өткен сабақты есімізге түсірейік. Өткен сабақта сұхбаттасу мәдениетіне амандасудың түрлері мен қоштасуға қатысты сөздер және эмоционалды сөздер жататынын білдік. Амандасу сөздерінің жас ерекшелігіне және ерлер мен әйелдерге арналып бөлінетінін, сонымен қатар қоштасу сөздері мен эмоционалды сөздерге қандай сөздер жататынымен танысқан болатынбыз. Енді бүгін сіздермен әрі қарай сұхбаттасу мәдениетіне жататын тілек сөздер мен тыйым сөздер туралы білеміз. Қазақ халқының өмірінде тілек сөздер мен тыйым сөздердің алатын орны ерекше. Соның ішінде жақсы тілек, ол ізеттілік, ізгілік туралы түсініктерін қалыптастырады. Қайырымды қатынас жасау іскерліктерін дамытады, мейірімділікке, ізгілікке тәрбиелейді. Тілек сөздер балалар қай кезде айтылады? Сәби дүниеге келгенде, мектепке барғанда, туған күндерде, дастархан басында, жолға шыққанда, үйленген кезде, жетістікке жеткен кезде осындай жақсы тілектер айтылады екен балалар. Тілек сөздерге мысал келтіретін болсақ, мысалы, абыройлы бол, асың дәмді болсын, еңбегің болсын, ер жет, дастархан жақсылыққа жайылсын, сапарың сәтті болсын, қадамың құтты болсын, жастар бақытты болсын, аман барып сау қайт, еңбегің жансын, тағы басқа сөздер. Тыйым сөздер тәлім тәрбие, үлгі өнеге, ақыл кеңес берудегі тәрбие құралдарының бірі. Бұл балаларды жаман әдет, жат пиғыл, ерсі қимыл, әдепсіз істерден сақтандыруда маңызды қызмет атқарады. Ұлға 30 үйден тыю, қызға 40 үйден тыю деген мақал осыған байланысты шыққан. Балалар, мына кестедегі тыйым сөздердің бөлінуіне назар аударайық. Тыйым сөздер, олар іс-әрекетке байланысты айтылатын тыйым сөздер, қыз балаға қатысты, бесікке қатысты, жол жүруге байланысты, киім киюге қатысты, ыдыс-аяқ тағамға қатысты, нанға қатысты, үй тұрмысына қатысты, қоршаған ортаға байланысты айтылатын тыйым сөздер болып бөлінеді екен балалар. Енді тыйым сөздерге мысал келтіретін болса, саусағыңды шошайтпа, шашыңды жайма, бетіңді баспа, тізеңді құшақтама, өтірік жылама, бос бесікті тербетпе, құранды, тамақты баспа, тағы басқа осындай көптеген тыйым сөздер қазақ халқында өте көптен көп балалар. Енді балалар, қазір сендерге тапсырма орындайсыңдар. Бұл тапсырмада кестеге берілген керекті тыйым сөздер мен тілек сөздерді топтастырып жазасыңдар. Кестенің астында сендерге керекті сөздер берілген. Сендер сол керекті сөздерді топтайсыңдар. Тыйым сөздерді бір бөлек бағанға, ал тілек сөздерді екінші бағанға топтап жазасыңдар. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, сұхбаттасу барысында сөздерді талғап, таңдап, орынды қолдану керек екендігін сабақ барысында білдік. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.